Жасқа толып жүрегі, жаны жасып, бездімекен басынан бағы қашып, бауырына басатын жан қалмапты ауылына келгенде ажырасып. Елге қайтпай қалада жүріп көрді, кешірер деп үй іші үміттенді, қыз боп шыққан үйіне кеше ғана келіншек боп сопайып кіріп келді. Ол өкінді, ауылға бекер келіп, жұрт күлетін сияқты мекерленіп, жүре алмады еркінсіп, күле алмады. Туған үйі кеткен бе бөтен болып, қашқан жандай адасып ормандағы, бұрылатын бір жаққа жол қалмады. Еркелетпес әкесі баяғыдай, анасы да айналып толғанбады. Ұрысада, ұрысса да күйеу бала, болу керек күйеуің біреу ғана. Ашуланып, ашынып сөйлеп жатыр, өз қызына жамандық тілей мана. Хал сұрауға келіпті құрбылары, мас сияқты ішкен бе, жынды бәрі, сериалдан көргенін қосып айтып, 8 қатын сыртынан жыр қылады. Осы қызды мақтайтын ел әуелі, ар намысы бәрінен жоғары еді, болғаныма ең сорлы бейшарасы, қыз еді ғой ауылдың ең әдемі. Жұрттың сөзі жүйкесін қажалады, жек көргендей о неге жазалады. Ішіп алған жездесі жұбатқан боп, жан басынан сипалап мазалады. Осы меді көретін күні мәңгі, бір ажалдан ол бүгін тірі қалды. Күшігінен өсірген алабайы көйлегінің етегін жұлып алды. Адамдар ай, ой неткен қатал бәрі, қатты болып кеткен бе апамдағы, өлейін деп ойлады бүгін түнде. Төсегінде дөңбекшіп жата алмады. Жын басқандай әуреге түсті жаны, қара бұлттай жан жақтан қысты бәрі. Атын атап ауылдың жігіттері ай терезенің түбінен ысқырады. Төсегіне біреу кеп күбірлей ме, шай ішейік тұра ғой күнім дей ме. Жігіттердің жаңағы ысқырығы үйіндегі шәйнектің үніндей ме. Сандырақта батырдау таңдымына, тәубе деді ол сосын тағдырына. Оянасап күйеуін сүйіп алды, түс екен ғой осының барлығы да. Алмас Темірбай. Ажырасу туралы баллада.